Құрметті тыңдармандар, әңгімені тыңдамас бұрын лайк басып арнаны қолдап жіберуіңізді сұраймын. Дүйсенбі таңертең 2 өтініш пен бірнеше құжатты алып, районоға жаяу шығуға тура келді. Тура 9 шақырым. Таң жарық, ауа салқын, күн әлі күйдірмейді, жүрудің өзі бір рақат. Жолдың 7-ші шақырымында, алыс көкжиекте асфальт жол көріне бастағанда, кенет артымнан милицияның ескі УАЗигі қуып жетті. Ол маған жақындай бере, бүкіл денемді қалың шаңға көмді де, сәл озып барып тағы бір бұлтты көтеріп тоқтай қалды. Менің ақ гүлді сарафаным енді ақ емес, топырақ түстес сарғыш, тіпті біркелкі дала реңге еніп еді. Мына мисыздай, деп тістендім өзімше. УАЗиктің есігі кең ашылып, ішінен жап-жас лейтенанттың басы қылт ете қалды. Соңғы айларда ол біздің ауылда жиі көрінетін болған. Дәл соған бола, мен оны ұната қоймайтынмын. Мүмкін мәселе онда емес. Мен оны Ленаның бұрынғы жігіті Алекке қатты ұқсатқанымнан шығар. Қайда асығып барамыз, сұлу қыз? Деп лейтенант кең күлімсірей сұрады. Мен тістеніп, зорлап күлгендей болып, әдейі ақымақша дауыспен: Районоға демалысқа өтініш апара жатырмын. Және бір құмыра май, дедім. Қандай май? Деп аңтаң болды жігіт. Машиналық май әрине. Не түсінбедің бе? Не керек саған? Мен сені жеткізіп тастайын деп едім ғой. Қажет емес, рахмет, деді мен суық үнмен. Егер ол мені шаңға орамай өткенде бәлкім отырарым едім. Бірақ мына күйіммен машинаға отырсам, орталыққа тура кір қожалақ болып жетем. Ал гүлді сарафанымды қолмен жуып шығару оңай емес. Мұның бәрін шамам жеткенше сыпайы түрде, бірақ ашуымды жасыра алмай түсіндіріп айттым. Жарайды, кешір, деді лейтенант есікті жауып жатып. Кенет тағы да ашып: Ал кері қашан қайтасың? Деп сұрады. Есептейін. Трассаға дейін 1 сағат жаяу. Сосын автобуспен. Сосын районоға жету. Тағы 15-20 минут сонда болам. Сосын дүкендерге кірем. Шамамен 3 сағаттан кейін. Онда 3 сағаттан кейін электр тауарлары дүкеннің жанында кездесейік, деді ол. Мынау қалжыңдап тұрма? Деп ойладым ішімнен. Сәттілік деп осын айт. Қалтамдағы ақша маза бермей жүреді. Оның үстіне маған антенна керек. Теледидарды алғаныма 1 ай болды. Ал көрсететіні тек сызық пен шуыл. Ал тұрмыстық тауарлары бөлімінде қол тігін машинасын көргенмін. Қарапайым ғана, бірақ ол менің арманым еді. Биылғы жылы бәрін қолмен тіктім. Бір белдемше тігуге 1 апта кетеді. Ал егер сол машинканы алсам, өзіме керек киімнің бәрін тігіп алам. Оның үстіне мата да үйде жеткілікті. Егер мен үлкен зат алсам, жеткізіп бересің бе? Дедім оған. Әрине, мәселе емес, деді ол жымиып. Машинаға сыйса болғаны. Сөйтті де абайлап газды беріп, мені тағы шаңға көміп кетпей, трасса жаққа қарай жай ғана қозғалып кетті. Көз алдымда жарқыраған тамаша мүмкіндіктер пайда болғандай болды. Көңіл күйім көтеріліп қалды. Енді маған шаң басқан сарафан да, былғанған аяқ киім де бәрібір еді. Мен арманға қарай ұмтылдым. Районоға барғанда сәл бөгелуге тура келді. Мені де демалыс алуға үгіттеп әлек болды. Бірақ мен түсінбей қойдым. Қалайша өз заңды демалысымда жұмыс істеп, сонымен бірге демалып жүрген түр танытуым керек? Егер келіспесем, жыл бойы демалыс бермейміз деп қорқытты. Ал өзім қалаға кетем десем, оны да құп көрмейді. Ақыры әркім өз дегенімен қалды. Уақыт тым азайып бара жатты. Мен жүгіріп, тұрмыс тауарлары дүкеніне жеттім. Ішке кіріп тігін машинасы тұрған сөреге көзім түскенде жүрегім зырқ ете қалды. Орнында енді түрлі ұсақ сувенирлер тұр екен. Көзіме сенбей үмітпен сатушыға қарадым. Бикеш, тігін машинкаларыңыз қайда? Оны баяғыда сатып жібергенбіз, деп сатушы иығын қиқаң еткізді. Көңілім су сепкендей басылды. Дүкеннен шығып, электр тауарлары бөліміне беттедім. Ең болмағанда антенна қалған шығар деп өзімді жұбаттым. Көңілсіз күйде ішке ендім. Құдайға шүкір, антенналар жеткілікті екен. Кезегімді күтіп, жағдайымды түсіндіріп, қайсысын алған жөн деп сұрадым. Сатушы еріне сөйлеп, жоғары сөреге қарай ишара жасады. Ең қымбат емес, бірақ менің жағдайыма ең лайықтысы осы деді. Бикеш есеп қағазын жазып берді.
Мен кассаға қарай бұрылып бара жатып, көзім шеттен әлде бір таныс нысанды шалды. Кенет тоқтап қайта қарадым да, еріксіз жымиып жібердім. Машинка, дедім мен ақмақша шаттанып. Төменгі сөренің бірінде көзіме оттай басылған керемет электр машинкасы тұрды. Бағасы да қалта көтерерлік, ал егер атаның теледидарға қайтып берген ақшасын ескерсем, маған ол тіпті тегінге түсіп тұр. Сатушы қыз маған таңырқай қарап сәл еңкейіп, аласыз ба? Деп сұрады. Аха. Мүмкін тағы бірдеңе керек шығар, ұялмаңыз, деп күлді ол. Мен шаңға боялған сарафаныма қарап, ішімнен, мүмкін енді кір жуғыш машинаны алатын уақытта келген шығар деп ойладым. Жуу ісін өзім жақсы көрем, бірақ кейде шынымен шаршайсың. Қолдарымда үнемі қажалып жараланатын. Төсек жапқыштарды бұрынғыдай ескі тәсілмен үлкен бакта қайнатам. Мұның бәрін маған Люба тәте үйреткен. Бірақ ол ұзақ әрі бейнетті шаруа еді. Ал кір жуғыш машина нағыз ғажайып. Кір жуғыш машинасы бар ма? Деп сұрадым мен. Фея маркасы жарай ма? Сатушы қаламмен менің артыма қарай нұсқады. Маған тіптен кикимора болса да бәрібір, тек жақсы жуып тұрса болғаны. Артыма бұрылсам бірнеше үлгі тұр екен. Қыз айтқан фея шағын, жеңіл, пластиктен жасалған қозғалмалы түр екен. Қалай ғана бұған дейін бұл дүкенде осыларды байқамағанмын. Егер ішіне көрпе тыс сиятын болса жарайды, дедім әзіл араластырып. Сөйтіп милицияның УАЗигі дүкен алдына тоқтағанды, кіреберісте бір үйме қораппен тұр едім. Алғанымның үстіне қоса шәйнек, жаңа үттік, тіпті шаңсорғыш қосып алдым. Ол ауылда маған түкке де керек емес, бірақ бағасы керемет қолжетімді болды. Бәріне мен бастапқыда теледидарға деп жинаған ақшаны ғана жұмсадым. Тіпті аздап артылып қалды. Лейтенант күлкісін жасыра алмай қораптарды көлікке тиеп жатты. Надь, мен түсінбедім. Сен не күйеуге шығайын деп жүрсің бе? Деп сұрады. Оны қайдан шығардың? Деп таңырқай қарадым мен. Онда мұнша көп дүниені неге алдың? Қарап тұрсаң тура жасау жинап жүрген қыз сияқтысың. Сонда не? Таза үтіктелген киім киіп, шай ішіп отыру тек күйеуге шыққан әйелдерге ғана жарай ма? Ал біз не? Кір қожалақ болып жүру керекпіз бе? Деді мен мысқылмен. Жоқ, мен ондайды айтқан жоқпын, деді ол жеңіл күрсініп. Мен сені жай шығарып салып танысып қояйын дегенмін. Ал сен болса мынандай дайындық жасап жатсың. Содан шошып кеткенмін-ті. Айтпақшы, менің атым Валера, деп күліп қойды ол. Біз баяғыдағы сенге көшкенбіз, бірақ әлі таныспадық. Жол бойы әңгіме бірінен бірі өтіп күлкіге толды. Бәрі Валераның, сен тігін тігуді білесің бе, әлде машинаны жай қызық үшін алдың ба? Шаңсорғышпен қоса, деп қалжыңдағаннан басталды. Мен тоқтамай кеттім. Қалай қолмен тіккенімді, қанша еңбектің кететінін, бәрін әзілге араластырып айтып бердім. Валера күлкіден езуін жия алмай, көлік ішінде тарқылдап отырды. Үйге келген соң ол антеннаны қолына алып қарап тұрып, Надь, сен үйге арналған антенна алам деген едің ғой, ал мынауың сыртқысы ғой. Солай ма? Дедім аңырып. Ондай түрі болатында білмеппін. Мен өмір бойы сыртқы антеннаны еркектер темір-терсектен өздері құрастырады деп ойлаппын. Енді не істеймін? Ештеңе етпейді, деді Валера күліп. Бүгін уақытым жоқ, ертең арғы күні келіп орнатып берем. Біз заттарды үйге кіргізіп жүргенде, Лена қабағын түйіп бәрін үнсіз бақылап жүрді. Ал милицияның УАЗигі қозғалғанда, ол қолымен жолды нұсқап, «Анау не болды өзі?» деп сұрады суық үнмен. «Тегін жеткізу қызметі», деді мен жайбарақат. «Айтпақшы, кір жуғыш машина алдым. Қосыласың ба?» «Надь, сенде басқа іс бітті ме? Осындай қажетсіз дүниелерге ақша шашып жүргенің не өзі?» деді Лена ашулы дауыспен. «Бұл қажетсіз емес», деді мен сабырмен. «Бұлар үйге керек тұрмыстық заттар. Демек сен техника алуға қатыспайсың ғой, солай ма?» Лена маған еңкейіп, жүзін тік қаратып тістене, «Иә, қатыспайым. Несі түсініксіз?» деп айқайлады. «Өзің біл», дедім иығымды жылыстатып. Осы мінезінің құбылуы мені әбден қажытқан еді. Мен оған жамандық жасаған жоқпын ғой. Кейде ойлайым, бәлкім адамнан дуаны алғанмен ішкі бір қара көлеңке бір құрт бәрібір қалып қоятын шығар деп. Әлде мен бір жерден қателестім бе? Әлде қарғысты алғанымен адамның пиғылы бәрібір өзгермей осылай боп көріне ме? Мен бөлмеме кіріп әдейілі перделерді жаптым да,
сатып алған заттарымды реттеуге кірістім. Қолыма антеннаны алып біраз ойланып тұрдым. Күтіп отыратын адамды тапқан екенсіңдер. Сыртқы болса, енді үй антеннасы болып кетеді, дедім өзіме. Сөйтіп оны кітап сөресінің арасына ұқыптап орналастырып, теледидарды баптай бастадым. Кешке қарай тоқма алып, креслода жайғасып, теледидарды рахаттана көріп отырдым. Араға 2 күн салып Валера келді. Антеннаны орнатып бермек еді. Бірақ менің өз қолыммен жасаған қондырғыма қарап, күлкісін тия алмай басын шайқады да, "Тиіспей-ақ қой, осылай өмірлік пайдалан жарайды", деп әзілдеді. Мен оны шайға шақырып, дастархан басында біраз әңгімелестік. Бірақ менің ойым басқада еді. Ауылда болып жатқан жағдайды білгім келді. Тергеу неге сонша созылып жатыр? Біздің председатель не бүлдірген екен? Валера көп ештеңе айтқан жоқ, тек қысқаша түсіндірді. Мемлекетке қарсы экономикалық қылмыстардың соңы ату жазасына дейін апаруы мүмкін. Ал қол астындағыларға дене жарақатын салу, немесе кісі өлтіруге әрекет қосылса, түрмеден тірі шықпайды деді. Мен оның әдейі қорқытып отырғанын бірден ұқтым. Өйткені бірінші рет 15 жылдан артық отырғызбайтынын білетімін. Шай ішіп аздап әңгімелескен соң, лейтенант қызмет бабымен кетіп қалды. Ол қақпадан шыға салысымен, ашуға булыққан Лена жетіп келіп, менің еркектерімнің кесірінен енді үйге кіре алмайтынын айқайлап айтты. Мен аң-таң болдым. "Не айтып тұрсың, Лена? Саған үйде не кедергі? Не сандырақ бұл? Қайдағы менің еркегім?" дедім таңырқап. Ленадан айырмашылығым, мен жігіттердің бәрін дос ретінде қабылдайтынмын. Ешқашан оларды романтикалық тұрғыдан қараған емеспін. Егер біреу маған көңіл білдірсе де, мен соны байқамайтынмын. Оның үстіне Валера мүлдем менің типажым емес. Тіпті мен оны үйге шақырғанда, Ленаның онымен танысуын қалайтынмын. Жігіт жаман емес, бұрынғысына қарағанда әлдеқайда жақсырақ. Ал Ленаға дәл осындайлар ұнайтын. Бірақ оның маған аш қасқырдай ұмтылғаны мүлде ұнамады. Соңғы кездері не болып жүргенін, неге бұлай өзгергенін түсінбедім. Тағы біраз осылай жалғасса, онымен бір үйде тұруға шыдамайым. Өзімнен ұялсам да, бірақ Вера әжейдің дәптерлерін ашып, оған қайта қарғыс жіберсем бе деген ойда келді. Енді мен әжейді түсіне бастағандаймын. Кейде адамдар соншалықты жаныңды қинағаннан, өзің де сиқыршы болуға дайын боласың. Біраз уақыт үнсіз тұрып, оның балағат сөздерін тыңдап болған соң, мен жай ғана иығына қолымды тигізіп, "Ұйықта", дедім. Ленка тарс етіп еденге құлады. Денесі көгеріп, сырлатыны түсінікті. Бірақ ол балағат сөздерінің өтемі болсын деп есептедім де, оны төсегіне сүйреп апарып жатқыздым. Таңертең біздің сұлуымыз ештеңе болмағандай кейіппен тұрды. Мен кешегі оқиға жайында сөз қозғамадым. Қандай жағдай болмасын, адам болып қалуы керек. Ол маған бәрін айтып үлгерді. Мен де бәрін түсіндім. Енді талқылайтын ештеңе жоқ. Біз жұмысқа барып балалармен біраз жұмыс істедік. Қайтарда Ленаның үйге емес, Люба тәтеге қарай бұрылғанын көрдім. Не үшін бара жатқанын сұрағым да келмеді. Демалысқа дейін небәрі 6 күн қалған. Сондықтан неғұрлым аз кездескеніміз жақсы. Арада 2 сағаттай өткен соң Люба тәте келді. "Надюш, аздап сенде отырып кетсем бола ма?" деді ол есіктен сығалап. "Әрине отырыңыз. Мен дәл қазір Санта-Барбараны қарап отыр едім", дедім күліп. Үй шаруасындағы әйелдерге арналған бітпес сериал еді. Екеуміз бірнеше серияны көріп, мылқау мен соқыр кейіпкерлерге күліп шай іштік. Көрші әйел терезеден өз үйіне көз тастап, орнынан тұрды. "Рахмет, Наденька, жаным жай тапқандай болды. Әйтпесе ана пәлі тағы келді. Сонымен арпалысам деп күшім бітті. Мен кетейін." "Кім ол сізді үйіңізден бездіріп жіберген?" "Әй, қоя сал", деп қолын сілтеді. "Мән берме." Түсініксіз. Кім ол соншама қожайынды өз үйінен қуып шыққан, деп ойлапты үлгермей жатқанымда Лена қайтып келді. "Лен, Люба тәтеге кім келген білмейсің бе?" "Ешкім де келген жоқ. Ол күні бойы бақшасында болды. Неге олай сұрадың?" Мен үндемедім. Көршімді тапсырып жіберуге аз ғана қалды. Ленаның демалысына әлі 1 аптадай бар еді. Мен болса, ол демалыс күндері әдетінше кетіп, жексенбіде қайтып келеді де, 3-ақ күн шыдасам, бостандыққа жетем деп үміттендім. Шынымды айтсам, мен оны жұма күні-ақ жіберіп, қалған 3 күннің құны 5 тиын болсын дерем. Жоқ,
Бәрі мен ойлағандай болмады. Демалыс күндері Лена ешқайда кетпеді. Бірақ үйде де отырмады. Күні бойы көрші жақта жүретін болды. Ал Люба тәте керісінше менің үйіме жиі соғып кететін әдет шығарды. Алғашқы келгенде тұтас бір қап жіп әкелді. Өзім тоқымаймын, үйде босқа жатыр, сен ал деді. Қанша бас тартсам да тыңдамады. Ақыры қарсыласып нем бар? Өздеріне керек болмаса маған жарайды. Жаңа жылға өзіне осы жіптен әдемі жемпір тоқып берем. Сөйтіп бәріміз де риза боламыз деп ойладым. Біресе шалғам жетіліпті, бәрін жұлып тастау керек деді. Келесіде жылыжайдан бұрышты көшіріп отырғызуға көмектесуім қажет болып шықты. Кейін Лехамен қалаға баруым керек, ал киетін ештеңем жоқ деп белдемшесінің етегін қысқартуға келді. Осылайша 6 күн өтті. Лена үйден шығып кетеді, ал Люба тәте үйге кіреді. Шын айтсам, біз Ленамен ұрсып не ренжісіп жүрген жоқ едік. Жоқ, бәрі сырттай жақсы болатын. Сөйлесеміз, бірге тамақ істейміз, бақшада жұмыс істейміз. Бірақ ішімде бір түсініксіз ауыр сезім қалды. Мен бәрі бұрынғыдай болмайтынын жақсы білдім. Сондықтан уақыт тезірек өтсе екен деп армандадым. Тек кетсе болды. 2 ай демалыста ренішім басылып, бәлкім бәрі орнына келер. Міне, көптен күткен күнде келді. Лена 2 үлкен сөмкесін әзірлеп демалысқа жиналды. Қақпа алдында тұрып председательдің көлігін күтіп тұр. Аптаның ортасында рейстік автобус жүрмейтін. Сондықтан трассаға не жаяу бару керек, не біреудің көлікпен жеткізіп беруін сұрау керек. Лена көңілдеді. Бір тынбай сөйлеп, күліп, әбігерленіп жүрді. Ақыр көлік келді. Біз әрең дегенде сөмкелерін салдық. Ол мені құшақтап, бетімнен сүйіп, машинаға секіріп мінді де кете барды. Мен болса терең бір демалып алып, үйге кірдім. Барлық есікті іліп, төсегіме жатып, көз жасымды тоқтата алмадым. Мен еңбек демалысымның болмағанына, қалаға шыға алмағаныма, Ленаның маған тіл тигізгеніне, қысқасы сол сәтте ойыма түскеннің бәріне қапа болдым. Бір жылап алып ұйықтап кеттім. Мені Люба тәтенің дауысы оятты. Ол қобалжып төсекке қарама-қарсы тұрған терезеден әрең бағанып шақырды. Надюша, сен ауырып қалдың ба? Жоқ, бәрі жақсы. Қазір терезен ашам. Жоқ, ашпа, қажеті жоқ. Өзің шығып, не болып жатқанын қараш? Максим келіпті, деп көршім күліп жіберді. Мен кіреберіске шығып қарама-қарсы үй жаққа қарап Максимді көрдім. Ол қолына үлкен таяқ ұстап жуырда келген мас дембелді қуып жүр екен. Балалары аяқ астында жүгіріп әкесіне жармасқаннан әлгі жігіт жиі сүрініп құлап жатты. Ал Максим ашудан балаларды байқамайтын секілді. Барлық ауылда болатын жағдай, отбасылық жанжал кезінде шарбақтың арғы жағында бір қора адам жиналып қарап тұр. Таяқтың тағы бір соққысы балаға тиіп кете сақтағанын көріп, шыдамай, мен көрермендерге ұрысып балаларды құтқаруға жүгірдім. Үй арасындағы жарты метрлік шарбақтан секіріп өтіп, Максимге қарай ұмтылып таяғына жармастым. Осы уақытта Люба тәте қақпадан жүгіріп кіріп, балаларды әкетіп әлек болды. Мен таяқты мұқтап ұстап алдым. Тасты, ақымақ, соттайды ғой бірдеңе болса. Қарсыласының қолы әлсіреп, мен таяқты жұлып алып, қоршауға лақтырып жібердім. Мас дембел менің қатты ызамды келтірді. Шыдамай жетіп барып, оның бетінен тартып жібердім. Қанша уақытқа дейін ішесің? Доғар енді. Сенің әйелің жақсы, жүріс жасаған жоқ, қыдырған жоқ. Балаларыңды бағып, сені адал күтті, деп айқайладым. Түсіндім, деді ол басын изеп, сосын үйге қарай ширақ адыммен беттеді. Мен болса Максқа бұрылып қатаң үнмен: ал сен менің аулама жүр, сөйлесеміз, деп бұйырдым. Әрине ешқандай сөйлесу болған жоқ. Бәрі онсыз да анық еді. Көрермендер тамашадан айырылып біртіндеп тарасты. Ал біз үшеуміз үйдің баспалдағында үнсіз отырдық. Үндемей отыра беруге ыңғайсыз, бірдеңе деу керек болды. Каникулға келдің бе? Дедім мен сөз бастау үшін. Деді ол иығын жылыстатып. Бірақ өз үйімде маған орын жоқ қой енді. Оның ораларын білдің ғой, енді неге ашуланып отырсың? Жалықтырды ол, мас неме. Үйге келгеніме 1 сағат болған, ал мені ақылдан ада қылды. Енді не істемексің? Білмейм. Қайтадан кететін шығармын. Достарымның үйінде бола тұрармын. Онда неге осында бола тұрмасқа? Деді мен күліп. Сен өткенде менікі деп жүрген ауыздағы сәкі орындық бар ғой, соны ұсыналам.
кешір, басқа орын жоқ. Әрине Ленаның төсегі бар, бірақ оны ұсына алмайым. Өзің түсініп тұрсың ғой. Сен шын айтып тұрсың ба? Деп таңдана қарады Макс. Мен тиіседі деп қорықпайсың ба? Әлде ел өсек шығарады демейсің бе? Сен бе? Маған тиісу? Деп қолымды сермедім мен. Күлкімді келтірмеш. Ал өсек? Ода тұрған не бар? Айта берсін. Екеуі бірге ұйықтап жүр десе не бопты? Ақыр біреумен ұйықтау керекпін ғой. Қыз болсам да есейіп қалдым. Жоқ, Надь, бұл қалай емес. Мұнда бәрінің бәріне қатысы бар. Жарайды, рахмет, мен кеттім, деді Макс тізесін алақанымен бір ұрып. Кешке мен төсекке жатайын деп жатқанымда, тереземді ақырын қаққан дыбыс естілді. Надь, деді Макстың дауысы, мен бүгін сенің көрке жаппаңда ұйықтасам бола ма? Тек бір сәкі орындықта ғана алам. Таңда күннің алғашқы сәулесімен ояндым. Пердені сәл шетке ысырып едім, көз алдымда көрке жаппа ашылды. Көрке жаппа деуге де келмейді. Кәдімгі ағаш шатырдың астындағы көлеңкелі күрке ғана. Сол жерде тәтті ұйқыға кеткен Макс жайбарақат ұйықтап жатыр. Қарасам әбден жайланып алыпты. Үстелдің қасына кіреберістен шығарылған ескі сәкі орындықты қосып, астына тағы бір тақтай төсеп, өзіне тура келетіндей кең төсек жасап алған. Үстіне матрас па, әлде ескі қалың мамықты көрпе ме? Дәл өз өлшеміне сай. Ал басына үлкен жастықты салыпты. Бір қарағанда ақ, бұл оған таныс жайт, бірінші түнеу емескен байқалады. Менің жалғыз, еркін өмірімнің алғашқы күнім деп ойлаған едім. Ал мен жалғыз да емеспін. Не істеу керектігін білмедім. Максты тамақтандыру керек пе, әлде көрмегендей болайын ба? Егер өзі жаймен кетіп қалмаса, тамақ берермін де, артынан ауырлау бір-екі істі соған тапсырармын. Қайда барсын? Үйге қайтқысы жоқ. Ал менің біраз жұмысым бар. Қораптарды ашу, сатып алған дүниелерімді орнына қою. Қазірдің өзінде бүкіл қабырға бойымен қатарлап тізіп қойғам, Ленаның көзіне түсіп жүйкесін тоздырмасын деп. Мата мен жіп те шашылып жатыр. Бүкіл бөлмені алып кеткен. Бұлардың бәрін сандыққа салып қоюды ойлағанмын. Бірақ сандықтың үстінде енді теледидар тұр. Оны әр жолы көтеріп әуреленуге онша зауқым жоқ. Мен іске кірісіп те үлгермедім. Есіктен енді ғана шыққаным сол еді. Ауылдың көшесін шаңдатып милицияның уазигі зу етіп кіріп келіп, дәл менің қақпамның алдына тежей тоқтады. Машинадан беті қызарып Валера секіріп түсті де, тура маған қарай жүгірді. Қасыма жетіп келген бойда қолымнан ұстап, сөз айтпай үйге қарай сүйрей жөнелді. Надь, кешірш, ұзақ сөйлей алмайым, деді ол асығыс. Мені ессіз деп ойлап қалма. Егер олай болса ашып айт. Сенің көмегің керек. Өте қажет. Жиенімнің халі нашар. Әпкемде де сондай жағдай болған. Бәлкім бұл тұқым қуалайтын бәле шығар. Әпкемді сенің атаң құтқарғаны есімде. Жиенім ауырып қалғанда біз қайтадан сізге келдік. Ал сенің атаң қайтыс болыпты. Үмітіміз үзілген еді. Бірақ біреу ол қайтыс болмас еді, егер қасиетін беріп жібермегенде деп айтты. Туыстарыңның арасынан іздеу керек деді. Анаң есалаң, басқа туыстарың жоқ, тек сен қалдың. Ауылда алғашқы сәттен бастап председательмен болған жағдайды сен Мыстанның өлімі үшін кек қайтарды деп сыбыс тараған еді. Міне, мен сені тауып алдым. Яғни сенен көмек сұрап тұрмын. Өткенде сұрай алмадым, деді ол қолын сілтеп. Ал қазір жағдай шынында да қиын. Менің атым осылайша таралғанына таң қалдым. Бәрі председательдің кесірі. Ол болмағанда ешкім білмес еді. Сен ғана көмектесе аласың, деп Валера ауыр күрсінді. Оны қайдан алдың? Надь, саған үміт артамыз, деді ол қысылып. Менің көмек бере алатыныма қалай сенімді боласың? Менің атам маған ештеңе үйреткен жоқ. Қасиетім де болған жоқ, председательмен болған жағдайға дейін. Егер де маған қандайды бір қасиет тән болса да, оны қалай пайдалануымды білмеймін. Қателессем баланы одан сайын жаралайтын шығармын. Бұдан жаман бола қоймайды. Ол өлім аузында жатыр. Қарайсың ба? Жарайды, деді мен қарап тұрып. Ең болмаса қарап көрейін. Сосын анығын айтармын. Көмектесе алам ба, жоқ па? Валера есікке ұмтылып барып, дәл табалдырықта Макске соғылды. Бір сәтке екеуі көз түйістіріп қалды. Сосын Валера оны айналып өтіп сыртқа жүгіріп шықты. Мен үнсіз тұрдым. Енді менің шегінер жерім қалмаған еді. Ұзақ тұрдың ба осында? Дедім ақырын. Ұзақ, деді Макс жайғына.
сенің шежіреңді түгел естіп алатындай. Не болды? Неге қатып қалдың? Мен сенің күшің жайлы баяғыдан білем. Әжем айтып отыратын. Бір күні бұл ауылға мейірімді, қасиеті мықты пері келеді. Сол біздің әулеттен қарғысты алып тастайды деп. Сен келгенде ақ түсіндім, сол сен екеніңді. Ал председательмен алғаш айтысқан кезіңде найзағай ұшқыны да тиді. Мен сенің жауың емеспін, Надь. Сол сәтте Валера қайтадан пайда болды. Қолында әлсіз, көгеріп кеткен кішкентай қыз бала. Мен еріксіз селт еттім. Бала тым кішкентай, өңі көкшіл тартып кеткен. Қыздың денесін қара жіппен шырмап тастаған кәдімгі шұбатылған тұзақ секілді. Аяқтарында маған таныс сегіздік таңба, бантик түрінде байланған. Дәл сондай байлам мойнында да, кіндігінің тұсында да тұр. Мына сұмдықты кішкентай балаға істеген қандай ессіз, деп ойладым. Алғашында қыздың жүрегі ауыратын болар деп топшыладым. Дәрігерлер не дейді? Ештеңе айта алмай отыр. Кіреберістен әйел дауысы естілді. Табалдырықта жас, сұлу әйел пайда болды. Валераға қатты ұқсайды. Зоинканың анасы екенін бірден түсіндім. Бірақ көзім еріксіз оның төбесіне түсті. Дәл ортасында, самайының үстінде жылтыр қара бантик байланған. Тура мысқылдағандай. Өте таныс көрініс. Атам сол кезде шешіп үлгермеді ме, әлде кейін қайтадан пайда болды ма екен? Мына жіп деген неткен қызық өзі, деді кенет Макс таңырқап. Не дедің? Деді мен көзімді әйелден алып. Ана баланың денесіндегі жіп, бір түрлі ғой, деді ол саусағымен қызды нұсқап. Сен де оны көріп тұрсың ба? Деп таңғалдым. Я? Жарайды, көмектесе аласың ба? Жоқ, мен тек көрем, қасиетім жеткіліксіз. Әжем үйретпекші болды, бірақ маған ол қажет емес еді, деп жауап берді ол. Екі түрлі адамның бірдей көргеніне таңғалдым. Макс нені көретін тексергін келіп, жарайды, суретін салып берші, деп қағаз бен қарындашты әкеліп бердім. Ол қағазға мен көргенге өте ұқсас сурет салып шықты. Бірақ айырмашылық бар еді. Оның сызбасында қай ұшының қайда бекітілгені, қайдан басталып немен аяқталатыны нақты көрсетілген. Макс бұл істе менен шебер болып шықты. Мен болса ұзақ қарап, сәтті жолды біраз іздер едім. Өкініштісі, Максте емдік шеберлік жоқ. Бәлкім бар да шығар. Жай көрсеткісі келмейтін болар. Оны мәжбүрлей алмаймын. Сондықтан жауапкершілік бәрі маған түсетін болды. Менің қасиетім көрініп қалған соң, бәрі енді өз мойнымда. Макс, сәкі орындықты кіргізші, сосын пеш. Не пеш? Деп түсінбеді ол. Пеш жағу керек. Жазда ма? Деп таңырқады ол. Жоқ, қысты күтеміз. Ыстық болады ғой? Ыстық болса терезелерді ашамыз, дедім қатаң. Макс, көмектесесің бе жоқ па? Ол жүгіре барып сәкі орындықты кіргізіп, сосын отын әкеле бастады. Сол сәтте Валераның әпкесі үрейленіп айқайлай жөнелді. Неге пеш жағып жатсыңдар? Сіз не істемексіңдер? Үйдегі бәрі бір сәтке аңтаң болды. Әйтеуір түсініксіз сұрақтары сорғалап жатты. Мен бірден шынайы да қатты дауыспен: Құрметті ханым, біз пешті ауруды өртеу үшін жағамыз, баланы қуырып жеу үшін емес. Мені мыстан кемпірмен шатастырмаңыз. Барлығыңыз сыртқа шығыңыз, кедергі жасамаңыздар. Алдымен баланы қарайым, содан кейін айтам, деп түйіндедім. Макс пешті лезде тұтатып, есік алдында тоқтап қалды. Мен де шығайын ба? Шық, бірақ алысқа кетпе. Бірдеңе бола қалса қасымда бол, дедім мен. Макс есікті жай ғана жауып сыртқа шықты. Ас үйдің терезесін ашқан сәтте оның кіреберісте тұрған адамдарды жаймен итеріп, бәрін далаға шығарып жатқанын естідім. Ал мен ішімнен дұға оқып, қыз баланы емдеуге кірістім. Ең әуелі аяқтарындағы түйінді шештім. Таныс сегіздік байлам. Бұған мен әбден машықтанып алғанмын. Макстың суретінің көмегі көп тиді. Соған сүйеніп, мойнындағы бантикті шешуге кірістім. Себебі дәл соны алдымен шешу керек еді. Содан кейін ғана кіндік түсін. Мойнындағы жіп оңай тарқатылды. Ал кіндігіндегісі мүлде басқа әңгіме. Аяғы мен мойнындағы түйіндер оңай шешілген соң, өзімді тым сенімді ұстап, енді бұл да оңай болар деп ойлап, байламды тарта бастап едім. Бәрі бір сәтте өзгеріп кетті. Бантикті сәл қозғағаным сол еді. Дәл көз алдымда одан қара тікенекті тамырлар шығып, жоғары қарай жылжи бастады. Қолым тоқтаған сәтте олар да тоқтады. Тағы тарттым,
Қайтадан жоғары өрмелей жөнелді. Қорқып кеттім. Қыз балаға қарап тұрып не істерімді білмедім. Бір сәт тыныш тұрған қара тамырлар аздан соң қайта қимылдап, баяу болса да жоғары қарай созыла берді. Мен абыржып ойланып тұр едім. Көзім Макстың сызбасына түсті. Сол кезде ғана бір айырмашылықты байқадым. Ол қыздың кіндік тұсынан қағаздың шетіне дейін бір сызық жүргізіп қойыпты. Бұны мен оны жай ғана байқамай сызылған сызық шығар деп ойлаған едім. Ал енді, егер ол бекер болмаса ше? Макс, деп дауыстап шақырдым. Макс есікті сәл ашып ішке қарады. Не болды дегендей иегін көтерді. Мына сызық не? Деп қағаздағы белгіге саусағымды қойдым. Өзім де түсінбедім. Бірақ сол бағытта бір нәрсе тартылып тұрған сияқты еді. Мен соны сызып қойдым, деді ол. Жарайсың. Мен қуанып, бір сәтте орнымнан тұрып, оны құшақтап бетінен сүйіп алдым. Енді анасын шақыр. Бұл жол соған барып тұр. Қыздың шешесі үйге кірген сәтте бәрі анық болды. Дәл сол жіңішке қара сызық оның төбесіндегі бантиктен тартылып шыққан екен. Ох, мынадай былықты кім істеді екен, деп ойладым. Әйелді қыздың жанына отырғызып, басындағы сәндік әшекейіне көз салдым. Сырттай қарағанда кәдімгі қарапайым бант, ешқандай айырмашылық жоқ. Бірақ мен ұшын тауып, сәл ғана тартқаным сол еді, бант бір сәтте өздігінен шешіліп кетті. Қолдарым әдеттегідей өздігінен әрекет етіп, жіпті домалақтап орай бастады. Сол кезде ғажайып нәрсе болды. Мен анасының шашынан тартқан жіпті босатқан сәтте, қыздың кіндігіндегі бантик өздігінен шешіліп, жіп өз бетімен сырғып түсе бастады. Барлығы аяқталған соң, өзімнің рәсімім бойынша, әсерлі көріну үшін көзге көрінбейтін қара түсті жіпті жинап алып, пешке лақтырып жібердім. От алдымен қою қара түске боялды. Содан соң көкшілге ауысып, ақыры қалыпты түске енді. Мен соңғы дұғамды дауыстап бітірдім. Қыз қимылдап сәл ояна бастады. Таңғаларлық емес, сәкі орындық қатты ғой. Ал анасы болса көзін оттан алмай, мең-зең күйде отыра берді. Мен шыдай алмай тамағымды кенеп қойып, болды, ем бітті, не істеп отырмыз, дедім. Қыздың анасы шошып торғайдай селтетті де жылы жымиды. Білесіз бе, мен сіздің атаңыздың мені қалай емдегенін кенет есіме түсірдім, деді. Сіздің бауырыңыздың әңгімесіне қарағанда, ол сіздің есіңізде болуы мүмкін емес, деді мен күле. Иә, мүмкін, бірақ қазір есіме түсті, деді әйел. Сосын орнынан тұрып, қызын қолына алды да есікке беттеді. Тура табалдырықта тұрып, артына бұрылып, рахмет сізге, деді жай ғана. 1 минут өтпей-ақ, олардың бүкіл отбасы көлігіне отырып кетіп бара жатты. Не сәлем жоқ, не сауқат жоқ. Келді де адамды пайдаланып кетті. Рахат шығар, деп күңкілдеді Макс. Мен болса қабырғаға сүйеніп, сырғи түсіп, тұманға баттым. Құрметті тыңдармандар, арнаны қолдап, егерде әңгімені басында лайк баспаған болсаңыз, қазір әлі де кеш емес. Лайк басып арнаны қолдап кетуіңізді сұраймын. Негізі әңгіме сізге ұнап жатыр ма? Бірауыз пікір қалдырсаңыздар, қай мекеннен тыңдап отырсыздар? Ал келесі бөлім ертең салынады.